Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз драйверді қалай орнату керек, сол туралы айтатын боламыз. Солай болса кеттік. Ең бірінші біз осындай Яндекс деген сайтқа кіріп аламыз да, осылай кез келген принтердің драйверін қоятын боламыз, жазатын боламыз. Сол кезде біз найти дегенді басамыз. Сол кезде осындай әртүрлі сайттар шығады. Соның ішінде официальный сайт, официальный файл бесплатно дейді. Осыған кіресіздер, мен кірдім уже. Содан кейін бар, міне скачать еттім. Енді осына мына жерде қарасаңыздар, осылай шығады. Соны басамыз. Басамыз ары қарай. Уже біздің өзімізге орнатуға бола ма, болмай ма, рұқсат сұрап жатыр. Осы жерге все равно установить дегенді басамыз. Далее басамыз. Сетив дегенді басамыз. Уже осындай өзінің ішінде нелер тұр. Біз соның ішінде 132 деген таңдаймыз да, окей дегенді басатын боламыз. Яғни окей дегенді басамыз. Одан кейін мына жерден тілді таңдап аламыз. Қазақ тілін ба, орыс тілін ба, мысалы үш жерде бізге орыс тілін ыңғайлы. Сондықтан орыс тілін таңдап аламыз қазір. Русский. Содан окей. Ары қарай согласен. Окей деп басамыз. Уже бізде принтердің драйвері установить етіліп жатыр, яғни орнатылып жатыр. Сейчас будет установить драйвер принтера дейді. Подождите, біз күтіп отырмыз қазір. Завершить деген кезде уже бізде мына жерде драйвер шығу керек. Установить. Ішінде бір тағы қосымша драйверлер орнату керек па деп сұрап жатады. Оны біз орнату керек деп сұраймыз. Рұқсат береміз. Уже орнатылды, міне осылай шығады. Енді біз окей дегенді басамыз. Уже бізде орнатылды. Мына жерде мынандай белгі шығады. Осылай белгі шығады. Біздің принтеріміз уже орнатылды. Бұл қандай принтер деп айтатын болсақ, мынандай Epson 132 деген. Қазір қағаз шығарып көрейік, бір қағаз шығарып көрейік, яғни бір резюмені шығарайық. Резюмені заявка жіберейік. Печать. Уже менде шығып тұр, драйвер шығып тұр. Окей. Уже кетті. Уже шығарып отыр. Өстіп өздеріңізге драйверді орнатуға болуыңызға болады. Олай болса бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.